қазақтың күрмек байлау туралы бір кішкентай жанр ретінде осындай бейне түсіруді қаладым. Аттың мойны демекші, мысалға енді аттың мойны көбінесе былай тікенен емес қой, осылай мойны горизонтально ұстайды. Сондықтан мойнына қалқан салады. Мысалға мен оң жақтан көрсетіп тұрмын. Оң жақтан сол жақтан көрсетіп тұрмын. Бірақ оң қолыммен осы күрмек байлауды көрсетіп тұрмын. Сондықтан жоғары жақтан түсірдік. Содан кейін мынау қолға ораймыз. Қолға бір орағаннан кейін мынаны тегі жіберуге болады. Жіптің ұшын. Сол қолмен алып, мынаны қолдың сыртымен мына орамның ішінен алып келіп, егер біз ілмек жасамақшы болсақ, онда ілмек жасап, мына сол қолға беріп, мына түйінді осындай болып істейміз. Міне осыны қазақтың күрмек байлауы деп атайды. Бұл әрі берік, әрі ежелден келе жатқан қазақтың мақтанышы.